Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен 11 күндік диетаны ұстанып 11 килограмм тастау туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Әлсіздіктен айырылып, сергектік сезінесіз, сонымен қатар асқазан жұмысын да жеңілдетесіз. Диета кезінде қандай азық-түліктер қажет болады? Жеміс-жидектер, алма, лимон, көк алма әрі тәтті емесін таңдау керек, және 11 штук лимон қажет. Ірімшік, сүзбені алмастыруға болады. 22 дана тауық жұмыртқасы, картоптан басқа барлық көкөністерді пайдалануға болады. Ас көп болса тіпті жақсы. 500 мг айран, газсыз минералды су, қарақұмық пен арпа. Сонымен 11 күнге арналған ас мәзірін айтайық. Бірінші, таңертең тұра салып, ағзаны сергіту үшін 1 стакан жылы су мен 1 тілім лимон қажет. Таңғы ас: жұмыртқа мен буға піскен қарақұмық. Қарақұмықты түнге қарай суға салып қою керек. Ботқамен бірге шай мен кофе ішуге болады. Екінші таңғы ас: 1 дана алма мен минералды су. Түскі ас: 1 күн бұрын суға жібітілген арпа, көкөніс салаты, қантсыз су ішуге болады. Бесін: 1 дана жұмыртқа және жарты қызанақ немесе қияр, минералды су. Кешкі ас: буға піскен қарақұмық ботқасы, зәйтүн майына қуырылған пияз бен сәбіз қосуға болады. Екінші кешкі ас: 500 мг айран. Ескертетін жағдай: бұл диета түрінде етті мүлдем қолданбайсыз. Бірақ ағза қажетті ақуызды жұмыртқадан аламыз. Сондай-ақ қарақұмық пен арпа жармаларының құрамында минералды заттар мен дәрумендер көп. Олар теріні тегістеуге, ішекті тазалауға көмектеседі. Бірыңғай тамақтану тәртібі бойынша жүргізілгендіктен диета кезінде спортпен шұғылданудың қажет жоқ. Дегенмен, жаяу жүру мен массаж жасатуға болады. Мұның барлығы тыныш ұйықтауға көмектеседі.